Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай творожный пирогтың рецебімен бөлісемін. Бір жасағаннан шығатын өте дәмді әрі жұмсақ пирог болып шықты. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған маймен бір жұмыртқаны вилканың көмегімен араластырамыз. Жақсылап араласқан массаның үстіне 100 грамм қант қосып, ары қарай араластырамыз. Енді алдын ала електен өткен ұнға 1 шай қасық разрыхлитель қосып, екеуін бірге венчиктің көмегімен араластырамыз. Енді осы ұнды массаға қосып, вилкамен ары қарай араластырамыз. Масса қоюланған соң ары қарай қолымызбен илеп, осындай жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Артық ұн салмаймыз, себебі қатты болып кетеді. Енді салмасын дайындаймыз. 400 грамм творогқа 200 грамм сметана қосып, үстіне 1 жұмыртқа саламыз. Оның үстіне 100 грамм қант салып, блендердің көмегімен араластырамыз. Бір келкі масса болғанша араластырып, бір келкі болғаннан кейін тоқтатамыз. Осындай бір келкі масса болады. Енді тестаны алып, осылайша формаға бір келкі болғанша жайып шығамыз. Дәл осы рецепті диаметрі 24 см формаға пісірген дұрыс. Мен биік болғанын қалағандықтан 22 диаметрлі формаға пісірдім. Итіне енді салмамызды салып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Қарақаттың суы шықпас үшін мен оны кукурузный крахмалға араластырып алып салдым. Бұл мен өзім тапсырысқа алып жүрген бір жасағаннан шығатын творожный пирогтың рецебі. Рецеп ұнаса каналға тіркеліп, комментарий қалдырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі іші құрғақ болып, өте жақсы болып пісіп шығады. Түрлі выпечкалар мен салаттардың, хит торттардың рецептерін білгілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.